Так, мына гранатаны кім атса да оған хана. Ол гранатаны атқан адам мынау. Ең алғашқы урындарында АВМ-мен берем. Енді еш асықпай үйдің ішіне кіріп, өздіксіз зажимды береміз. Ей, тоқта, мынау сенгі қайықтан жүр. Сонда ол әлі төрт бұрыш үйдің ішінде ма? Иә, дәл таптым, ол әлі осы үйдің ішінде. Оны бірден атып тастамай, үйден сәл шығып айналшықтаймыз. Так, енді оның сазайын беретін сәт келді. Так, картадан тағы да бір қарсыластарының жүргенін байқаймыз. Демек, олардың біреуі маған келе жатыр. Иә, әдеттегідей түйсігім мені алдамайды. Енді отрядтың келесі мүшесін АВМ-мен үздіксіз хедшот. Ал отрядтың үшінші мүшесіне Винчестермен үздіксіз зажим. Ойбай қасқа, мынау қайдан шықты? Так, еш саспаймыз, еш қорықпастан раш жасаймыз. Енді қорықпай хедшотты бере берсек болады. Менің кемейтерімнің барлығы өліп қалған. Енді отрядпен жалғыз өзім айқасуға тура келеді. Ал отрядтың бірінші мүшесі дәл алдында. Конечно, қолымдағы Томпсонмен үздіксіз хедшот. Ал енді келесі қарсыласым қабырғаның арғы жағында. Енді бұл жүгірмекті қолымдағы MP5-пен. Ал енді келесі жемтіктерімді еш жаққа кетіп қалмай күтеміз. Келесі қарсыласым сол жағымнан келді. Бірақ бірінші сол жақтағы қарсыласымды емес, оң жағымнан келе жатқан қарсыласымды орнына қоямыз. Енді өтірік сол жаққа қарай стенка қойып қарсыласымды алдап, оң жақ бетке қарай шабуыл жасаймыз. Енді жоспарымның іске асқанын тексеру үшін бірінші оң жақ беттен сонда да тексеріп аламыз. Қарсыласымның алданғанына көз жеткізген соң сол жақ бетке өтіп Домбосаның ішінде мені аңдыған қарсыласым көре салысымен үздіксіз хедшот. Тоқта, мынау неғып келе жатыр? Так, бұған да үздіксіз хедшот. Енді сыртқа қарай шығатын кез келді. Көп ойланбай Домбосаның екінші этажына көтерілді. Бірақ кіре салысымен мені екі жабайы күтіп алады. Сол үшін бірінші басқа бөлмеге ауысамыз. Енді жалғыз қалған қарсыласымды жерге аунатамыз. Енді оның досы оның шақыруымен оны көтеруге келеді. Мінекей өзі де шықты. Енді бұған не істейміз? Әрине үздіксіз хедшот.